Так, қаңтардың 10-ы отақанадамыз мүше имплантациясын орнаттық. Бір компонентті мүше имплантациясы. Науқасымызда қант, диабет, емнің бәрін көрді. Имплантқа дейін көп ем түрлері бар. Бірінші психосоматикадан басталады. Сосын дәрілік терапия, сосын плазма терапия, соққы терапия. Ол көмектеспесе, организмде қант диабет немесе тамырлардың бітеуіне байланысты сосудистік болса, оның соңғы кезде нақты шешімі имплант. Эректиль дисфункция екі түрі болады нақты. Психогенді және тамырға байланысты мүшенің тамырлары венозный утечка болса, немесе тамыр атеросклероз болса, қант диабетінің себебінен. Сол кезде уже мүшенің қант торуы төменді эректиль дисфункция болады. Сосын хирургиялық жолдан кейін травма деген кейін приобретенный дейді. Радикальный простатэктомия, удаление простатаны алғаннан кейін омыртқадағы травма немесе ДТП болғаннан кейін төмен істемей қалса, еркектердің қан толуы сезімталдығы тоқтайды, соған эректиль дисфункция дейді тоже. Сол кезде тоже имплантациясында мүше сынып қалса, мүшеде пирония болса, қисайған мүше болса, соның шешімі имплантация.